Сәлеметсіз бе, құрметті әріптес? Подкаст сабаққа қош келдіңіз. Сізбен бірге Күлән Бейсенбайқызы. Подкаст интернетте, радио және теледидарлық хабарлар стилінде аудио және видео файлдарды жасау және тарату процесі. Әдетте подкасттар белгілі бір тақырыпта жасалады және жариялау жиілігі бар. Мысалы, аптасына бір немесе 2 рет жарияланады. Подкаст сабақтың қажеттілігі қандай деген сұраққа осы слайдтан жауап таба аламыз. Жалпы тілді оқытудағы ең басты мақсат ол тіл үйренушіге, студентке, оқушыға сөйлеуді, айтар ойын жеткізе білуді үйрету. Сондықтан адамдар арасындағы тілдік қатынасты жүзеге асыратын сөйлесім әрекетінің бір түрі айтылымды дамыту дағдысын жетілдіретін осы подкаст сабақ деп айта аламыз. Өз сөзін екінші біреуге ұғынықты етіп жеткізу, тілдік қарым-қатынас барысында адамның ойын жарыққа шығару процесі. Бір адамға ғана тән әрекет болғанмен тілдік қатынаста екі жақты байланыстың болуын қажет етуі осының барлығы айтылым әрекеті арқылы жүзеге асады. Ендеше подкаст сабақтың қажеттілігі сөйлеу әрекетінің басқа түрлерімен қатар осы айтылым дағдысын дамытуға әсері зор екен. Подкаст сабақтың мақсаты шәкірттеріміздің сөйлеу дағдысын жетілдіру, еркін, ашық сөйлеуге дағдыландыру, сонымен қатар жұрт алдында сөйлеуге дайындау, шәкірттеріміздің ескерту мен нашар баға алу қорқынышын жеңу, пәнге, тақырыпқа деген қызығушылықтарын, белсенділіктерін де арттыру осы подкаст сабақтың негізгі мақсаты. Подкаст сөзінің шығу тарихы подкастинг деген терминнен бастау алады. Подкастинг жанр емес, формат та емес, ол аудио мен видеоны тарату жолы. Подкаст деген сөз ең алғаш Apple компаниясының iPod деген портативті медиа ойнатқышын жан-жаққа тарату, хабарлау, яғни бродкастинг деген хабарлау. Осы хабарлау мақсатында туындаған екен. Оның ішінде әңгіме болуы мүмкін, монолог болуы мүмкін, тіпті адам сөйлемеуі мүмкін, бірақ ол подкаст болады. Ең алғаш 2004 жылы пайда болған. Подкаст форматы әртүрлі болады. Интервью форматында подкасты жүргізуші, яғни модератор және қонақ болады. Танымал адамдарды шақырады. Қонақтың көңіл күйіне қарап, жағдай жасай отырып, қызықты сұрақтар дайындауды ұмытпау қажет. Келесі түрі панельдік дискуссия бір топ эксперттермен өткізіледі. Подкасттың қорытындысы өте маңызды. Сондықтан модератор қонақтармен бірдей деңгейде болады және олардың бір-бірінің сөзін бөліп немесе үндемей қалуына мәдениетті түрде жол бермеуге тырысады. Жеке пікір және талдау подкасты жүргізушінің жеке тарихи немесе басқа оқиғаларды бір тақырыпты қозғауы. Тыңдармандардың сұрақтарына тікелей эфирде жауап береді. Сондықтан бұл подкасттың түрін жүргізетін адам өз саласының мықты эксперті болу керек. Келесі түрі достар әңгімесі деп аталады. Жүргізушілер өздерін қызықтырған бір тақырып бойынша сөйлеседі. Ең бастысы олар бір-бірін қолдап, бір арнада болу керек. Бұл подкаст үлкен дайындықты қажет етпейді, дегенмен тақырыпқа сай жарасымды әңгіме болу қажет, сондықтан да азын-аулақ дайындық қажет. Аудио мақалалар мәтінді аудио форматқа ауыстыру қажеттілігі. Яғни кітаптағы, журналдағы немесе басқадай мәтіндерді аудио форматқа ауыстырады. Жолда тыңдап, оқуға уақыты жетпейтіндерге жақсы формат. Жүргізушінің дауысы, дикциясы жоғары деңгейде болу керек, себебі дайын мәтінді оқып береді. Көркем әңгіме құрылымы жағынан аудио спектакльге ұқсайды. Жүргізушінің актерлік шеберлігі қажет. Арнайы дыбыстық эффектілер мен музыка қосылады. Әңгімелер сериясы бір тарихи мәліметті баяндауы мүмкін. Радио бағдарлама подкасты классикалық радио бағдарлама үлгісіндегі формат. Тікелей эфирде тыңдармандармен сұхбат, сұраққа жауап болады. Эфир барысын параллельно жазып алып, түрлі каналдарға сала аламыз. Комедиялық подкаст жоғарыда аталған формат үлгілерін қолданады. Импровизация жасап, арасына міндетті түрде қалжың араластыру қажет. Көбінесе бұл формат стендап комиктер арасында танымал. Реалити шоу бұл аудио сериал. Бірнеше серия бойы тыңдаушылар бір оқиғаның қалай дамып жатқанын көреді, тыңдайды. Мысалы, дәмхананың немесе шаштараздың ашылуына байланысты оқиғалар желісін түсіреді. Қазіргі таңда YouTube-тағы танымал подкасттардың қатарына дөп сөз, дәстүрлі подкаст және табал подкасты жатады. Мүмкін сіз бұдан басқа подкаст түрлерін тыңдап жүрген шығарсыз, бөлісе кетерсіз. Ал енді қазақ тілінде балаларға арналған подкаст жоқтың қасы. Өкінішке орай дәл қазір осындай жағдай болып тұр екен. Мүмкін сіз осы жұмысты қолға аларсыз. Осы жерде мысал ретінде орыс тіліндегі подкастты беріп отырмын.
осы сілтемемен өтіп кіріп көре аласыз. Ты удивительный деп аталады екен. Сондай тамаша адамның, бала тұрмақ ересек адамның жан дүниесіне әсер ететін керемет бір дүниелер жасалған екен. Білім саласы туралы подкаст, осы алдыңызда білім саласы туралы подкастқа мысал берілген. Осы сілтеме арқылы кіріп тыңдайтын болсаңыз, қазіргі таңда білім саласында болып жатқан трендтер немесе өзекті мәселелер туралы айтады. Білім саласында жалпы біздің сабақтарымызға қандай аудио подкаст немесе видео подкаст тақырыптарын аламыз деген сұрақ туындайтын болса, онда мынандай дүниелерді ұсынуға болады. Біздің сабақтарымыздың тақырыбы мен мазмұны осы аудио немесе видео подкасттың тақырыбы бола алады. Сынып сағатының тақырыбы мен мазмұны, кітап немесе мәтіннің мазмұны, көркем фильм немесе тыңдалған ақпарат, іс-шараны өткізерде ақылдасу, рөлдік ойындар арқылы мәселе шешу, пікір алмасу және бұдан басқа да толып жатқан әлеуметтік әртүрлі тақырыптарды алуға болады. Подкаст түсіру үшін тақырып таңдау керек, подкасттың форматын таңдау қажет. Жаңа алдында айтып кеткен форматтың қайсысы сізге келеді? Оқушыңыздың, студентіңіздің жас деңгейіне, тілдік білім деңгейіне қарай отырып, подкасттың форматын таңдаймыз. Содан кейін сценарий жазу қажет. Сөйлеу техникамызды жақсарту туралы ұмытпаймыз. Әртүрлі көзқарастарды ұйымдастыру, яғни бір тақырып бойынша оң және теріс пікірлер, қарсы ұстанымды да ұйымдастырған дұрыс. Қысқа нұсқа сөйлеуге тырысу, паразит сөздер мен бейәдеп сөздерді қолданбау керектігін ескерту қажет. Барынша қарапайым сөйлеуге тырысып, таптаурын, жауыр болған сұрақтардан қашамыз. Жұрт алдында сөйлеуге дайындық қалай жүреді? Бұл дайындықты өзімізге де жасау керек және шәкірттерімізге де осы ұсынысты айтамыз. Бірінші, тыныс алуымызды реттеу. YouTube'да немесе қазір Google'ға салатын болсаңыз, көп жерде тыныс алу жаттығулары бар. Соларды жасаймыз. Сөйлемдегі сөздердің орнын бұзбау туралы ескертеміз, яғни дұрыс сауатты сөйлей білуге дағдыландыру керек. Құрмалас сөйлемдерден аулақ болу, жиі жылы су ішу. Подкаст алдында тәтті немесе қышқыл тағам жемеу керек екен. Себебі олар көп сілекей бөлгізеді және сөйлеуге кедергі келтіреді. Артикуляциялық жаттығу жасау, яғни жақтың жұмысын дұрыстау үшін. Сонымен қатар мәтінді бірнеше рет дауыстап оқып дайындалу қажет екен. Аудио подкаст кез келген жерде тыңдауға және жауап беруге болатындықтан өте ыңғайлы сабақ түрі. Оны өзіңіз көріп отырғандай WhatsApp'та, Telegram'да немесе Google Classroom'да да жүргізуге болады. Сонымен қатар біз сіздермен қарастырған Padlet деген онлайн тақта деп атадық, бірақ оның басқа да функциялары бар, яғни дауыс жазу, видео жазу мүмкіндігі бар. Ол жерде де өте ыңғайлы, ұтымды болмақ. Видео подкаст форматын екі түрлі жасауға болады. Біріншісі ол презентациямызды скрин жасап, оның аудиосын жазу. Дәл қазір сіз тыңдап отырған формат осы презентацияны мен скрин жасап сіздерге дауыстап, дыбыстап отырмын. Екінші түрі телефон камерасының алдында жеке, жұппен, топпен мәселені талқылау және рөлде ойнау. Әрине, подкаст түсірген кезде кәсіби мамандар жалдап, кәдімгі үлкен аудитория, оның акустикасы, әртүрлі аппаратура барлығын дұрыс дайындап түсіреді әдетте. Бірақ біз сабақ жағдайында бізге тек қана сауатты сөйлеуімізді дұрыстап және камерамен жұмыс жасау немесе аудиомен жұмыс жасауға ғана дағдыландырсақ жеткілікті. Бізге ондай үлкен аппаратураны немесе жаңағыдай үлкен аудиторияны жалдаудың қажеті жоқ. Бағалау талаптарындағы тыйымдар туралы шәкірттерімізге міндетті түрде айту керек. Мейлі шәкірттеріміз аудио подкаст түсірсін немесе видео подкаст жасаса да, үйде немесе сыныпта түсірілетін фото, видеоларды рұқсатсыз таратуға болмайды. Бір фотоның ішінде бірнеше адам болса, олардың барлығының рұқсаты болмайынша ешқайда салуға, еш жерге таратуға болмайтындығын айтамыз. Немесе кейбір жағдайда біреудің фотосын өңдеп, өзгертіп, оған жаңағы неше түрлі сақал немесе мүйіз жапсырып, мазаққа келемежге айналдырады. Оған да тыйым салынады. Аудио-видео жазғанда бейәдеп және ұлтараздықты тудыратын сөздер қолдануға болмайтындығын да ескертеміз. Осы айтылған тыйымдардың барлығы заңмен жазаланатынын және ең бастысы этикалық тұрғыдан дұрыс еместігін саналарына жеткізе білу керек. Сонымен құрметті әріптесім, подкаст сабақтың бірінші бөлімін аяқтаймыз. Келесі екінші бөлім практикалық бөлімде кездескенше сау болыңыз. Мұқият тыңдап, назар аударғаныңыз үшін көп рахмет.